Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай жұқа болып шығатын және де бір жасағаннан өте күшті болып шығатын блинайдың рецептімен бөлісемін. Менімен соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен таза және де құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Біздің жұмыртқамыз бөлме температурасында болуы керек. Және де дәміне қарай шым-шым тұз сәл ғана және де 2 ас қасықтай қант қосамыз. Егер де блиніңіз қатты тәтті болмасын десеңіз, 1 ас қасықта жетеді. Егер де сәл қатты тәттірек қылдырғыңыз келсе, 3 ас қасықтай қоссаңыз болады. Бірақ мен әрдайым 2 ас қасықтай қант қосамын. Сонда дәмі де барлығы әдемі болып шығады. Және де егер де дәмін келтіргілеріңіз келсе, вареньемен немесе сгущенкамен жесеңіздер, одан сайын тәттірек болады. Ал енді келесі біз бөлме температурасындағы сүтті қосамыз. Және де тағы да бір рет араластырып аламыз. Және де ыстық қайнаған суды құямыз. Яғни суымыз қайнап және де ыстық болып тұруы керек. Суымызды қосып, тағы да бір рет араластырып аламыз. Достар, барлық керекті заттар описанияда жазылған. Міндетті түрде оқып шығыңыздар және де грамдарына қарап жазсаңыздар, блинайларыңыз өте әдемі болып шығады. Ал енді келесі этап, біз ұнымызды қосамыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Ал енді ұнымызды електен өткізгеннен кейін, оны венчиктің көмегімен жақсылап тұрып, араластырып шығамыз. Бізде әдемі қою, сәл сұйықтау масса болып шығуы керек. Дәл қаймақтың массасындай болады. Осылай әдемілеп тұрып, араластырып аламыз. Және де араластырып болғаннан кейін, келесі ең соңғы этап, біз 2 ас қасықтай сұйық май құямыз. Және де тағы да бір рет жақсылап тұрып араластырып аламыз. Болды, бізге керегі тек осы заттар ғана. Осымен бізде өте әдемі блинай болып шығады. Біздің массамыз сәл сұйықтау болуы керек. Дәл видеода көрсеткендей. Осылай ожаудың көмегімен тексеріп алуға болады. Ал енді отымызға блинай пісіретін сковородканы қойып, оған сәл ең басында сәл сұйық май қойсаңыздар болады. Және де ең алғашқы блинайларымызды пісіре бастаймыз. Яғни әр пісірген сайын бізде бір ожаудай масса кетеді. Қамыр соған табамызға құйып, астыңғы жағы толықтай піскенше пісіреміз. Және де шет-шетін ағаштың көмегімен немесе мен сияқты спатуланың көмегімен шығарып аламыз. Видеода көрсеткенде аккуратно асықпай жасаңыздар. Осылай шет-шетін шығарып алыңыздар. Ал енді осылай аунатып аламыз. Келесі жағында пісіреміз. Яғни бір блинайдың пісуіне 3-4 минут уақыт кетуі мүмкін. Осылай әдемі пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздар, ешқай жыртылмайды. Әдемі болып, екі жағы да осылай әдемі пісуі керек. Осылай барлық блинайымызды пісіріп аламыз. Міне біздің блинайымыз дайын болды. Көргендеріңізде еш қиындығы жоқ, өте оңай. Және де бар заттардан жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұқа және де андай ажурный деп шығады. Ажурный блинчики болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше маған тіркеліп, әрі комментарий жазып, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға рахмет.